Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен бизнес арнасы сіздерге ақшамен, яғни ойын ойнайтын приложение көрсететін боламын. Legend of Constellations деп аталады. Бұл жерде ең алдымен регистрация батырмасына өтеміз. Мына жерде язык, контакт, ремонт деп жазылып тұрады. Ремонт деп. Мен өзімнің личный кабинетіме кіретін боламын. Бұл жерде міне успешен логин деп шығып жатыр. Сіздер осындай батырма арқылы регистрацияны өтетін боласыздар. Мына жерге регионға Қазақстан, мына жерге өзіңіздің номеріңізді, пароль создавать етесіздер, мына жерге қайталайсыздар. Одан кейін мына жерге менің кодым тұруы керек. Войти в игру деген батырманы басасыздар, болды. Одан кейін достар осындай приложениенің өзіне кіреміз. Қарайтын болсаңыздар, ең алдымен сіздерге осындай 3 персонаж беріледі. Осындайдың екеуі навсегдаға, біреуі осындай 2 күнге беріледі. Бұл жерде город деген батырманы басатын болсаңыздар, міне герой деген батырманы басатын болсаңыздар, міне көрініп тұрады. Осы персонажды біз қарайтын болсаңыздар, оставшееся время активности 47-де 41, яғни сағат қалды дейді. Яғни 2 күнге. Бұл жерде левел 1 екен, сонымен қатар осындай активностерін, физический активностерін көрсетіп тұр. Және де осындай Геркулес, Кентавр, Камелепардалис дейтін, яғни бойға шығатын геройларымыз бар екен. Яғни 3-еуі беріледі, 4-шісі осындай 2 күнге беріледі. Қарайтын болсаңыздар, временный, яғни осындай сағат тұр екен. Енді бұл жерде қалай ойнаймыз? Ең алдымен компания деген батырманы басамыз. Мына жерде астында тұрады. Одан кейін начать вызов деген батырманы басамыз. Мына жерге 4 игроктан қойсақ болады. Уверен деген батырманы басып, мына жерге бойдың несінде өткізу уақытында қойсаңыздар болады. Мен X3-ге қойдым. Міне достар, қарайтын болсаңыздар, успешно деп шықты, яғни XP берді, 59, уверен деген батырманы басамыз. Яғни бұл жерде сонымен қатар сумка деген батырмада осындай заттар беріледі. Яғни жеңістен кейін, біз начать вызовты бастағаннан кейін, біз жеңеміз, одан кейін сумкада осы заттар тұрады. Міне осындай. Для игры в лотерею в поле желаний. Яғни лотереяға қатысуға болады бұмен. Сонымен қатар міне вызовите элиту в таверне. Элитаны шақыруға арналған, яғни тас екен. Яғни билет. Мына жерде оплатить 1, когда входите на арену. Яғни аренаға кіргендегі билет. Осындай нелермен, яғни танысып шығуымызға болады екен. Айтын болсаңыздар, бумажник деген батырманы көрейік. Мына жерге яғни счетты жазып қойған екен. 1 USDT 525 теңге, 1 ASTR 131 теңге. Яғни бұл жерде мықты игроктарды алу үшін осындай вложение қажет екен. Ең алдымен покупка деген батырманы басып көрсететін боламын. Міне осындай Кассипия, яғни $6 тұрады екен. Ол мынау қарайтын болсаңыздар. Яғни менде 10 бар екен, ол 5250 теңге. Яғни бұл жерге мен 5250 теңге салдым, $10 рисковать етпей қойын деп. Так, одан кейін бұл жерде қарайтын болсаңыздар, CFA Phoenix дейтінде бар екен. Бірақ бұл жерде қарайтын болсаңыздар, превышенная цена $60 дейді. Яғни осылардың мықтысы болу керек Phoenix дейтін. Сонымен қатар CFA, бұны да $6 сатып алсақ болады екен. Мен қазір Кассипияны алдым келіп отыр. Жаңағыдай білетін болсаңыздар, мен 48 сағатқа бонусқа берілді. Покупка дейтін батырманы басып, яғни алатын боламын. Міне қарайтын болсаңыздар, мен алдым Кассипияны. X деген батырманы басайық. Енді герой деген батырманы басып қарайтын болсақ, міне мен Кассипияды, яғни міне осыны навсегда алдым. Бұл жерде повышать деген батырма арқылы уровень көтерсек болады. Оны жаңағыдегі жеңген XP, яғни бойға шығу арқылы біз осыны повышать ете аламыз XP арқылы. Недостаточно опыта героя дейді.
себебі біз бұның бәрін құртып тастадық. Ал енді осы арқылы бойды көрейік. Бой дамыды ма, дамымады ма. Осы начать вызов деген батырманы басайық. Мына жерге жаңа деген орнына алып қоямыз. Оның орнына мынаны қоя салайық. Уверен деген батырманы басайық. Қарайтын болсаңыздар, уже бір удардың өзі 569 болды. Міне достар, мен 59 экспо алдым. Успешно деп шықты, яғни дамытқан сайын уже мықты болып жатыр екен. Бұл жерде экспо қарайтын болсаңыздар, жаңдегі уровеньді превышать ету үшін керек екен. Контакт деген батырма бұл жерде связь етуге, яғни WhatsApp, Telegram группаларын көруге. Сонымен қатар мына жерде сообщение, бұл техподдержка, яғни сізде не қиындық болып жатыр, соны жаза аласыздар. Приглашение деген батырманы басу арқылы досыңызбен бөлісіп, бірге ақша таба аласыздар. Мысалға, мой пригласительный код деген батырманы копировать етеміз. Мына копирование успешно дейді. Соны досымызға жібереміз, бірге ойнаймыз. Почта деген батырманы бассақ, міне осындай беріпті. Получать деген батырманы басайық. Міне осындай бір награды берді. Енді сумка деген батырманы көрейік. Міне наны берді. Информация о товаре дегенді оқиық. Получите одни из следующих наград случайным образом после пользования. 24 часа АФК с фермерский опыт 1. Кристалл пакет золотой власти 24 час 1 дейді. АФК болып қалған кезінде алатын, яғни өзінің бір несі секілді. Мысалға біз бойға шыға алмай қаламыз, но бірақ сондай беріліп отырады деген секілді. Міне осындай не техподдержка, техническая служба солар жазылып отырады. Яғни не жаңалық болып жатыр деген секілді. Город деген батырманы басып, мына жерде полян көрейік. Мына жерде шахта деген батырма бар. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, шахта бізге асыр дейтін жаңдегі монетаны береді. Бұл жерге біз отправка етеміз геройларымызды, яғни бізге жинап келу үшін. Міне қарайтын болсаңыздар, оставший 23:59, яғни 24 сағаттан кейін бізге белгілі бір прибыль әкелетін болады. Прибыль деген батырманы басамыз. Қарайтын болсаңыздар, бұл жерде получать 4:32 уже алынады 2:16. Но бірақ бұл қарайтын болсаңыздар, бұл ең көп келетін секілді. Себебі біз жаңа сатып алдық және тегін берген екеуі бір ғой. Бұл енді плюсик наған төбесіне плюске өтек. Бұл ASTR coin. Бұл жерде оны біз USDT-ға ауыстыра аламыз. Яғни конвертировать етеміз. Қарайтын болсаңыздар, макс менде 20, бұны 5 USDT-ға ауыстыруымызға болады. Начать конвертировать деген батырманы басайық. Успешно проверьте баланс дейді. Бұл жерде менде 8,985 USDT бар екен. Одан кейін енді город деген батырманы басқаннан кейін қазір біз ақшаны қалай шығаратын көрсететін боламыз. Снятие средств деген батырма арқылы ақшаны шығарамыз. Бұл жерде менде 898 USDT бар екен, бірақ бұл жерде шығарылмайды. Себебі балансым жетпей тұр. $10 жеткенде шығаратын боламын. $10 қалай жеткізетін жаңа айттым. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, шахтаға жібереміз. Прибыль келеді. Оны осы коинға яғни жинайды. Бұны USDT-ға ауыстырамыз. Кейін USDT-дан бумажник деген батырманы басып, снятие средств деп шығара аламыз. Бұл жерде инструкциясын қарайтын болсақ, минимальная сумма $10. Одан кейін, міне, если одновременно сумма вывода $20, разумеется, комиссия за обработку в размере $10. Яғни $20 асы 10% комиссия сайт деген сөз. Одан кейін де, міне, время подачи на вывод 9-дан 6-ға дейін. Понедельник, четверг күндері шығарылады екен. Бұл жер, яғни рискованный жер, яғни ақша салам десеңіздер, ақша салып көріңіздер. Осылай, яғни ойынды ойнауға болады екен. Достар, одан бөлек арена деген батырманы қарайтын болсаңыздар, быстро 1:1, много пользователей арена, война тысяч людей, ежедневная конкуренция деген батыр екен. Батырма бар екен. Время открытия 7-9-ға дейін екен, бірақ қазір сағат 7 болған жоқ. Осылай ойнайып, ақшаңызды геройларға жұмсап, геройлардан оны шахтаға жіберіп, прибыль алып, арты осындай коин жаңағы ASTR коин алып, ASTR коин қайттан конвертировать етіп,
USDT-ға яғни прибыль көре аламыз осылай.